Сәлем балалар, бүгінгі біздің ана тілін бастайтын боламыз. Әліппені бітірдік. Енді ана тілін кітаптарыңды ашып, осының ішіндегі шартты белгілермен танысайық. Қоңыраудың белгісі ол жаңа сабақ, микрофон сияқты берілген ол айт, құра деген, яғни ауызша айтасың. Тергітті ол тыңдау, кітаптың белгісі ол оқу, қаламдікі жазу, сұрақ белгісі ойланып, яғни сұрақтарға жауап бересің. Сандықша сөздік, түрлі түстімен берілген ереже, сол ережені белгісі тұрса есіңе сақтайсың. Бірінші бөлімі тіл және сөйлеу. Оның 4 түрлі дағдысы бар. Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Балалар, мына сұраққа жауап берейікші. Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу адамдар бір-бірімен әңгімелеседі, пікірлеседі, сұрақтар қояды, ұғынады, тілдеседі екен. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз осы сөйлеу не үшін қажет деген сұраққа жауап бере отырып, мақсатымыз осы ана тілімен және осы сұраққа жауап беру. Қараңдар балалар, енді осы жерде Аңсар деген бала не айтып тұр? Қандай сұрақ қойып тұр? Оның айналасында не бар екен? Жақсы балалар, сұраққа жауап берді ойлаймыз сендерді. Ендеше мына мәтінді оқиық. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісу үшін қажет. Балалар, сөйлеу не үшін керек дегенде әртүрлі жауаптарға жаңа жауап бердік. Біздің сөйлеуіміз ендеше ол тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Сонымен Аңсардың сұрағына жауап берейікші. Айналасындағы жан-жануарлардың дауыстары бар ма екен? Күшік мысалы үрлейді, қарға қарқылдайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңірейді екен. Яғни айналамызды қоршаған түрлі тіршілік иелерінің өз үні, дауысы бар екен. Өлеңді барлығымызда түсініп, мәнерлеп оқиық. Оның авторы Несіпбек Айтов. Кәнекей балалар, менен бірге өлеңді оқып отырыңдар. Әр нәрсенің мәні бар. Әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Енді балалар, астындағы сұрақтарға жауап беріңдер. Өз тілінде сөйлейді деген сөйлемді қалай түсінесің? Және жан-жануарлар сөйлей ала ма екен? Бұл өлеңдегі бүркіттің, барыстың, қасқырдың, жаңа өзіміз айтып өткен жан-жануарлардың барлығында өз үні, дауысы бар екен. Балалар, мына жерде әріптердің орны ауысып кеткен. Кәнекей тауып көріңдерші. Бірінші әріпте бірінші балада А, Н, Т, Л. Енді осы әріптерден біз сөз құрастырайықшы. Қандай сөз шықты бізде? Дұрыс айтасыңдар. Ана тілі деген сөз шықты. Ендеше бүгін біздің екінші бір өлеңіміз, яғни Әбділда Табылдының өлеңі ана тілі деп аталады. Кәнекей тағы да бәріміз оқиық. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Балалар, осының ішіндегі сандықшаның белгісі болғаннан кейін бізде сөздік жұмысы, яғни дана деген сөзі ақылды, данышпан деген бір мағынасы болса, екінші бір мағынасы ол қыздың есімі де дана деп аталады екен. Сонда дана деген сөздің екі мағынасы бар. Өлеңде не туралы айтылған? Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінесің? Балалар, өлеңде, яғни ана тілі, қазақ тілі туралы айтылған екен. Адам баласы өмірге дүниеге келгеннен бастап өзінің анасынан
өз тілін үйренеді. Балалар, мынандай сұраққа жауап беріңдерші. Әке тілі, ата тілі, әже тілі деген бола ма екен? Біреуі болады десе, екіншісі болмайды дейді. Ал енді болады деген сұраққа жауап берейік. Әке расында да кім ұл болсын, қыз болсын, бәріне қамқоршы. Ол әкеңді айтатын ақылы бар, үйрететін көп деген істері бар. Яғни әкенің ендеше тілі де өзгеше екен. Ал ата мен әженің толып тұрған қазына ғой. Ол ата мен әжен өсиеттер, ертегі айтып береді, мақал мәтелдер, өсиетті, қасиетті сөздерді осы ата әжеге үйренеді екенбіз. Сенің бір жағың анаң мен әкеңнен кейінгі екінші бір қамқоршыларың осы ата мен әжең екен. Сондықтан ата мен әженің тілдері де өзгеше, басқаша екен. Бұнымыз суреттегі ретіне қойып әңгімелеу. Балалар, мына суретте бірінші кітаптарында ретсіз берілген, яғни рет ретімен деген бірінші неден басталу керек. Сондықтан алдымен біз әңгімемізді бастау үшін сұрақтар қойып, сол сұрақтарға жауап бере отырып, сен шағын әңгіме құрастыр. Бірінші, бала қайда келді? Ол сұраққа өзің жауап бересің. Екінші, бала кітапханада не істеді? Ол қандай кітапты алды деп ойлайсың? Үшінші, соңғысында ол кімге келді? Кітапханашы апай мен баланың арасында қандай әңгіме, қандай сөздер болды? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, өзің шағын әңгіме құрастыр. Ол әңгіменің аты болады, яғни тақырыбы болады. Сол тақырыпты мен ойлаймын, бірден таба аласың, өзі қоя аласың деген ойдамын. Балалар, біз жаңа ауызша оқу түрлерін пайдалансақ, айтылым болды бізде, оқылым болды, және оның сонымен қатар тыңдадық. Енді жазу дәптерінің бірінші нөміріндегі шартты белгілермен танысайық. Жаңа айтып өткенде қаламды жазамыз, түрлі түсті бояулармен бояу, және сұрақ беріп тұрған ойланып жауап бересің. Жазып болғаннан кейін, тапсырманы орындап жазып болғаннан кейін, дәптердің шеткі жағында смайликті. Сол смайликті сен бояуыңды егер әдемі, қатесіз, әрбір әріпті өзінің жазуына тән жазатын болсаң, жасыл немесе көкпен бояйсың. Ал егерде бір жерден қателік кетіріп, шимайланған, боялған әріптерді өзінің тән ерекшелігіне байланысты жазылсаң, қызылмен боя. Содан кейін келесі тапсырмада тақырыпта немесе жазуда түзететін боласың. Сонымен сендерге берілетін жазу тапсырмасы А әрпінен Ә әрпін әдемі көркем етіп жазу. Балалар, А мен Ә дыбысы қандай дыбыстар жатады? Сөздің қай жерінде келеді екен? А дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында келсе, Ә әрпі сөздің басында және ортасында келеді екен.